Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздерге осындай көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, дәмді мороженныйдың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл мороженныйды мен сіздерге бюджетный мороженый деп айта алмаймын. Бірақ та бұл мороженый жасап көрсеңіздер, басқа мороженый жегілеріңіз келмей қалады. Ал дүкеннің мороженныйын айтып тіпті керегі жоқ. Бүгін біз жасайтынымыз малина қосылған мороженый. Егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар, қасындағы колокольчикті басып қойсаңыздар, менен шыққан жаңа рецепттерді бірінші болып көресіз. Бұдан басқа да мороженныйдың түрлерімен бөлісетін боламын. Бұны қалай жасауды көру үшін видеоның ақырына шейін менімен бірге болыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бізге бірінші керегі сүт, құрғақ сүт, крахмалды езетін су. Крахмал міндетті түрде жүгерінікі болу керек. Мынау қант, ал қанттың қасындағы пектин. Пектин негізі қымбаттау. Пектинді алмасаңыздар, ол пектиннің орнында негізінде жүгерінің крахмалын қосуға болады. Одан кейін декстроза аз декор, сондай магазиндерде сатылады, ол қымбат емес. 500 граммы 365 теңге. Одан кейін сливки міндетті түрде 33%-тен жоғары болу керек. Және қант 3 бөлек керек. Бірінші қанттың бөлегі мына сүтке қосатын 250 грамм, 500 грамм сүтке. Мына сүтке қантты қосамыз, және декстрозаны, құрғақ сүтті бәрін қосып, араластырып отқа қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай түгел қосып араластырдық, және отқа қоямыз да араластырып тұрамыз. Достар, егер де менің каналымда осы мороженныйда басқа да түскен рецепттерде сіздерде түсініксіз жерлер болса, пікірде міндетті түрде сұраңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Отқа қойғанша әзірше міне біздің малинамызды дайындаймыз. Малинамызға жаңағы 2 бөлек қант, және біз крахмалымызды дайындап қоямыз. Жаңа көрсеткендей крахмалға суды құйып араластырамыз да, мына сүтіміз енді қайнайын деп атқан кезде крахмалды құямыз, және қозғағанымызды тоқтатпаймыз. Сол күйі қозғап тұрамыз, себебі арасына жабысып қалуы мүмкін. Міне осындайға шейін бұдан да қою болғанша біз отта ұстаймыз, және асты өте емес, орташа жайлылықта тұру керек. Қайнамай қалмау керек, жайлап қайнап тұру керек. Мұны қарасаңыздар, мынандай клей сияқты қойылып жатыр. Бұл жерде себебі декстроза бар, крахмал бар, жаңағы бәрін қосқаннан кейін олар қайнап жатыр. Ол қайнап болды, енді біз оны қойып қоямыз. Әзірше біз малинамызды дайындаймыз. Малинаға жаңағы бірінші 60 грамм қантты саламыз да, ертуге жақындатамыз. Мынау еріп, қайнай бастайды. Сол кезде, мына қайнайын деп атқанын көріп тұрсыздар, мынандай погружной блендер болады ғой, сол блендермен пюре жасаймыз. Оттан шықпаған күйі астынан жайлап қойып қоямыз да, блендермен осындай етіп пюре жасаймыз. Пюрешін жасап болғаннан кейін жаңағы пектин мен қантты дұрыстап араластырып аламыз да, осындай етіп, осындай как дождикім дейді, жауын сияқты жауып жатырған, жайлап қана қосамыз, себебі пектин жабысып қалуы мүмкін. Және араластырып тұрамыз міндетті түрде. Егер де қастарыңызда болса, екінші адам болса, бірінші рет жасап жатсаңыздар, сіздерге құба-құп, себебі бір адамға ыңғайсыз болады. Осылай міндетті түрде қозғап тұрасыздар, және дождикім жаңағы пектин мен қантты салып тұрасыз. Және осынан қайнағаннан кейін бәрін салып боламыз, араластырамыз. Қайнағаннан кейін 2-3 минут қана қайнатамыз. Көрсеңіздер, мен жаңағы 60 грамм қант пен 10 грамм пектиннің барлығын қосқан кезде осылай ұзақ уақыт жайлап салды. Міне қайнағаннан кейін аламыз да, осылай етіп 2-3 минут қайнатамыз жағы да. Одан кейін жаңағы қайнаған сүтіміздің құрамын және осы малинаның құрамын екеуін алып,
суытамыз бөлме температурасында, содан кейін холодильникке салып 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің малинамыз осындай болды. Осындай кішкентай бөлегін мен алып қоямын, қазір маған керек болады. Қалғанын жаңағы сүттің құрамын суылған, міне көріп тұрғандарыңыздай. Қандай болғанын қараңыздар. Міне осындай қою болады. Және тек қана қою болмайды, бір клей сияқты сондай өзі сондай текстурада болады. Бәрін миксердің ыдысына саламыз және бұның үстіне сәл араластырғаннан кейін сливки құямыз. 33% және одан да жоғары сливки проценттігі. Міне осындай етіп кішкене араластырып аламыз да, сосын сливкиді құямыз. Сливкиді құйған жерім менің видеоға түспей қалыпты. Міне сливкиді құйып араластырамыз және қарап тұрыңыздар, қатты май болып кетпесін. Міне, если байқасаңыздар, міне узор түсіп жатыр. Узор түскеннен кейін 3-4 минут қана араластырамыз. Міне көріп тұрсаңыздар, өте сондай ерге мороженое дейді ғой, сондай нәзік қалыпта болу керек. Міне текстурасы да басқаша, клей сияқты болады ма, басқаша болып тұрады, қарасаңыздар. Енді осыны біз 1 суткаға морозилкаға қоямыз. Арасынан мұз қатып қалмас үшін бұны әр 2 сағат сайын морозилкадан алып араластырып тұрсаңыздар, сіздердің мороженеларыңыздың арасында мұз болып қатып қалмайды. Міне, өте әдемі текстура, сондай, білмеймін қалай деп айтуға болмайды, нәзік болып шығады. Міне менің мороженем дайын, 1 суткадай морозилкада тұрды. Одан кейін жаңағы айтқан алып қалған малинадан конфитердің үстіне ыстық су құйып, осылай ертіп жұмсартып алдым. Мен бұны арасына салам. Негізінде топпинг құю керек. Ол менде болмағандықтан және ол осындайдан жасауға болады. Жаңағы дайындалғаннан жасауға болады. Осылай етіп бір бөлек бірінші мороженемізді салып аламыз. Одан кейін арасына топпинг, қайтадан мороженое, қайтадан бетіне әдемілеуге топпингті құямыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Сіздерге жүрекшені басып, үлпіл қалдыру уақыт алмайды. Ал менің каналымды дамытуға, алда да әртүрлі жақсы рецепттерді іздестіріп, сіздерге түсіндіруге жұмыстануыма маған жақсы көмек береді. Сіздер мені қолдап отырсаңыздар. Осындай мороженейді жасап көрсеңіздер, сіздің өзіңізде, сіздің отбасыңызда басқа мороженейді жегіңіз келмей қалады. Ең әуелі білетініңіз, бұның составында, құрамында ешқандай химия жоқ. Балаңызға да берсеңізде, сіз қорықпай бересіз. Себебі құрамында жаңағы натуральный сливки дейді, одан кейін қант, басқа еш нәрселер жоқ. Өзіңіз біліп отырасыз құрамында еш нәрсе жоғын. Келесіде мен сіздер егерде қолдасаңыздар, сіздерге ұнап жатса, шоколадный мороженое түсіремін. Сіздер мені қолдап бақылап отырсаңыздар, жазылып қойсаңыздар, бірінші болып сіздерге видео түседі. Менімен бірге видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған әдеттегідей үміткен. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін қасындағы колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыз. Мен сіздерді жақсы көремін.